Мен есімім Сақтаған Гүлжан Ешмұратовна. Өзім 3-ші топтағы мүгедекпін. Ұлым тума мүгедек, бір ұл бір қызым бар. Бұл үй 59-шы жылы салынған. Қазіргі таңда өте ескі үй. Өзім қолымнан келгенше сылайтын жерін сылап, әктейтін жерін әктеп, осы үйді шамалы үй қылып отырған жайым бар. Бірақ бұл үй бізге тұруға өте жарамсыз. Өзімнің денсаулығым да жоқ. Мына аудан мен совхоз орталығы ортасы 30-40 километр. Ауруханаға жете алмай қиналамыз. Өзімізде табыс көзі жоқ, тек сол жаңа мүгедектік немен отырмыз дәл қазіргі таңда. Мына жақтардың бәрін өзім сыладым. Бұл енді жаңа көмірхана ғой. Мына төбесінің бәрінен су ағады. Мына кіреберістердің бәрі жаңбыр жауған кезде су ағады. Мына төбесінің бәрінен су ағады. Мына дуалдың бәрі бері қарай құлап жатыр. Мына полдардың бәрі құлап тұр. Мына светтердің бәрі істемейді мін. Мына бөлмеде осындаймын. Светі жоқ, несі жоқ. Терезелердің бәрі нашар, іштен ішке қарай су өтеді. Енді Гүлжан ханым, сіздің жағдайды көрдік. Шынымен сізге де оңай емес екен. Өзіңіздің денсаулығыңызға қараңыз. Бірақ соның ештеңеге қарамай осы бала шағаңызды асырап жүргеніңіз ол үлкен ерлік. Сіздің жағдайды біз ескердік, көрдік. Және Харекет қайырымдылық қорының атынан сізге кезекті баспананы ұсынғалы жатырмыз. Баспанаңыз құтты болсын, сертификатты қабыл алыңыз. Аман болыңыз, баспанаңыз құтты болсын, енді сіздердің баспаналарыңыз болады. Жыламаңыз, денсаулығыңызды күтіңіз, аман болыңыз, осы бала шағаларыңыз үшін өмір сүріңіз. Енді мынандай үйде емес, район орталығында. Бәрі жақсы болады енді, сіздің жағдайдың барлығын ескердік. Уайымдамаңыз. Құтты болсын баспанаңыз, қуаныңыз, қуансайшы дияз. Жүріңіздер, дайын болсаңыздар. Сертификат берді, анау, сондай карточка. Міне келдік сіздердің баспаналарыңызға. Мына жерде мектеп тұр, мына жерде больница, шықсаңыздар тұр. Кіріңіздер. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Кіре беріңіздер. Кіре беріңіздер, көріңіздер. Жақсылап танысып алыңызсын. Барлық мебель қалады. Телевизор, диван бәрі қалады, тастайды. Холодильник. Міне осы жерде отырып сабақ оқисың. Екі қызым жақсы бітірді. Мектепте екеуі де медальмен бітірді. Саған да бұйырсын солай, медальмен бітірді. Міне мектеп, міне мына жерде тұр. Мына жерден өтесің, міне үлкен мектеп көрініп тұр. Жаңағыда көріп келдің бе? Нешедесің? 8-ден. Жақсы оқиды. Спальнеңізді. Барлығы іште. Арестон. Су, мынау пеш, пеш деп. Стиральная машина. Стиральный машин, автомат жаңа. Сіз Мына жағы ыстық су, мына жағы суық су, мынау душ. барлығы. Тап жаңа міне холодильник. Барлығы сізге алады. Ана жерінде ямасы бар. Машин болса, машинды ямасына қойып ремонтировать ете бересіз. Кладовка нет. Ана мына лишний заттарыңызды сала саласыз осында. Мынау зимний погреб. Ішінде полкалары бар. Мына сеновал үлкен. Шөп салуға спокойно бір. Екі қамасы шөп спокойно. У меня здесь свет бар. Көмірді мынау ашылады ворота. Сосын осы жерге үйін етіп, осында ұстай қоясыз. Жем қоры, ішінде несі бар, бункері бар, жем салып қоясыз. Сіздерге қайырымдылық Харекет қорына үлкен алғысым шексіз. Харекет қорының басшысы Гүлмира Мұханқызына өте алғысым шексіз. Міне бізді осылай елеп ескеріп, бізге баспанамен қамтамасыз етіп жатқандарыңызға үлкен алғысымыз шексіз. Әйтеуір осы бізді мүгедек деп әйтеуір елеп ескергеніңізге өте рахмет. Көрген қиыншылығымыздың бәрі енді артта қалды біздің енді өзіміздің жаңа баспанамыз болып. Сосын 2018-ден бері қиналып отырған едік. Үй өте жақсы, маған қатты ұнады. Барлық қазақ халқыма рахмет.
Міне құрметті достар, құрметті қазақ елі, баршаңызға үлкен рахмет. Әрқашанда осылай бір-бірімізді қолдап жүрейік. Сіздерге мың алғыс. Берген садақаларыңыз өздеріңізге еселеніп қайтсын.